саламатсыздар ма, қымбатты көрермен, YouTube каналының көрермендері. Бүгін бізде мына жаздың тамаша күні 17 июнь. Және бүгін міне біз осындай жағдайда бір тақырыпты талқылағымыз келіп отыр. Ерлес ағамен. Ассалауму алейкум. Қалайсыз? Так, сонымен бүгінгі тақырып біздің басшымен қарым-қатынас, соның төңірегінде болады. Ерлес аға, енді көбіміз жұмыста да болсын, басқа да ортада болсын, әртүрлі деңгейдегі адамдармен қарым-қатынасқа түсеміз. Енді бірақ нақтылап айтатын болсақ, басшымен қарым-қатынасқа түскеннің ерекшеліктері қандай? Бұл жерде кез келген нәрсені, заңдылықтарды қараған кезде, инвариант заңдылықтар дейді ғой, соларды білген дұрыс. Инвариант заңдылықтар ол кез келген уақытта өзгермейтін, заманға тәуелсіз заңдылықтар. Бұл жерде енді мен басшыларға қатысты әртүрлі деңгейдегі қарапайым бөлімнің басшысы болсын, үлкен бір мекеменің басшысы болсын, әкім болсын, соларға тән бір инвариантты бір қасиетті байқаған. Оны жай ғана факт ретінде байқау бір бөлек, оны және көп қарапайым адамдар өзінің пайдасына қарай соны білсе, көп жерде жеңіл болады да, қарым-қатынаста көп жеңіл болатын тұстары көп. Оны біліп, оны пайдаланған көбісті алға жылжытуға әсерін тигізеді. Енді кез келген басшыға тән екі мүдде бар. Кез келген басшының екі мүддесі бар. Ол бірінші мүддесі сол қызметін пайдаланып, сол басшылығын пайдаланып, қосымша табыс табу. Енді ол төменгі деңгейде ол аз болуы мүмкін. Жаңағы жоғары деңгейде ол көбейе береді. Қосымша өзінің белгілі бір жоғары жағынан басқа арнайы заңды беретін табысынан басқа оны есептеп отырған жоқ. Екінші мүддесі ол орнына деген орнын жоғалтпау, тек қана өрлеуді ойлау. Кез келген ісі біреуге жақсылық жасаса да, сол екі мүдденің аясында ғана болады. Сонда әр бастық жатса да тұрса да ойында ылғи жүретін нәрсе, жаңағы орнымды қалай жоғалтпасам екен деп ойлап жүрген. Енді орында ылғи жүреді, жүрмейді жайлы мен өйтіп дөп басып айтамайын, бірақ сол бірінші приоритетте тұрады. Оны енді қалай мысалдармен түсіндірейін. Мысалы, қазір қарапайым бір мектептің директоры дейік. Мысалы, мектептің директорінде сол жерде бір мұғалім болсын. Ол бір оқушылардың ойлауын дамытатын, олардың шығармашылығын арттыратын бір іс-шараны істеп жүр, соның бір әрекеттеріне директорден рұқсат керек болсын. Мысалы, ал сол кезде сол директорлерді ол шын мәнінде оқушының дамуы қызықтырмайды. Ол оқушы ұбт бар, содағы көрсеткіш бар, өзінің жоғары жағына беретін есебі бар, ол қуып келгенде өзінің креслосына әсер етуі мүмкін, ол сол тұрғыдан қарайды. Сондықтан ана жерде ана мұғалімге ешқандай қолдау, көмек көрсетпеуі мүмкін. Өйткені ол өзінің басшылық мүддесінің аясында емес. Ал бұны білген адам егер қарапайым мұғалім білетін болса, ол директорге ұсыныс жасайтын болса, оны директордың басшылық мүддесінің аясында жеткізуге тырысу керек. Балалардың шығармашылық қабілетін дамыту ғана емес, ол бұлай ұбт-ға әсері бар, бұлай мына жерде бұлай әсері бар деген сияқты. Сонда оның мүмкіндігі рұқсат алуға деген сияқты, істі ашуға деген сияқты артады. Бұл жерде ешқандай гарантиямен біз ештеңені айтамаймыз, біз тек қана ықтималдықты арттыру ғана. Енді бұндай мүдделер қазірде сондай, кеңес өкіметінде де сондай болған. Бұрынғы хандық дәуірде де 5000 жыл бұрында сондай болған. Бұл өзгермейтін нәрселер. Егер мысалы қандайды бір әкім болсын, бір кез келген басшы сонда біз айтып жатамыз ғой, ой, анау өстіп жақсылық жасап жатыр, анау сондай екен деп. Ол сол өзінің мүддесінің аясында соған зияны тимейтін болса ғана істейді. Немесе соның ары қарай жоғары жаққа есеп беруіне қолайлы болса ғана. Ал есеп беруіне қолайлы емес, ол жалпы мектеп жағдайында оқушы ғана пайдалы, немесе мұғалімнің дамуына ғана пайдалы, бірақ жоғарыға әсер етпейтін болса, ол көп тәуекелге бара бермейді, ондайға басын қатырмайды. Ол жаман болғандықтан емес. Бұл эволюцияның нәтижесі сондай.
ол адамның жақсы жамандығына қатыссыз айтып отырмын. Мысалы кез келген адам енді 100% басшы солай деп мен айта алмаймын. Біздікі статистикалық тұрғыдан ғой, басым көпшілігі 70-80% сол тұрғыдан қарайтындығына енді кәміл сенімдімін. Ол үшін бірақ оларды кінәлі деп айта алмаймын. Оларды жаман, олардың жаңағы адамгершілік деңгейі төмен деп есептемеймін. Ол солай біртіндеп солай қалыптасып кетеді. Ең алғаш жаңадан басшы болғанда олай болмауы мүмкін. Ол кезде басқаша қарайды, содан кейін біраз уақыт өтеді, содан кейін көзі жете бастайды. Ең бастысы жаңағы оның орнына ет үйрене бастайды, анадан айырылғысы келмейді, жаңағы хубриске ұшырайды. Хубрис енді бұл жерде бұл қазіргі тақырыбымыздың аясында толық түсіндіре алмаймыз. Оған арнайы бөлек арнау керек. Бұл бір жаңағы содан айырылып, қысқасы дөрекі сөзбен айтып, дөрекі түрде айтқан кезде сол орнынан айырылып қалғысы келмейтін жаңағы деңгейге жетеді ғой. Сол кезде жаңағы мүдделер іске қосыла бастайды. Оның бәрі заңды процестер. Бұны әрине білген, бұны көп мысалы біреу кейде рұқсат алуың керек, кейде бір келісімге қол қойдыруың керек. Бұны білген адам сонда бүкіл өзінің ісін сол алдына барып рұқсат алатын басшының жаңағы сол мүддесін ескере отырып ұсынса, оның ары қарай жаңағы сол ұсынып отырған келісіміне, жаңағы ісіне рұқсат алу мүмкіндігін арттырады ғой. Түсінікті, иә. Яғни басқа сөзбен айтқанда, көп жағдайда бастықтың жаңағы интересі орысша айтқанда, интерес начальника связан с интересом компании роста, иә? Яғни, то есть бастықтың орнында қалу немесе өсуі, ол компанияның өсуімен байланысты болған соң, бастық және компанияның мүддесі, бастықтың мүддесі екеуі бір деп айтсақ бола ма, бір деп? Енді әрқалай ол, мысалы, ол жоғары жақта мысалы білім министрлігінің жалпы келісімі, заңды бір миссия айтуы мүмкін, ол басқа болуы мүмкін. Оның ішінде Заврайоно, Гарано бар, әрқайсының мүдделері, жаңағы мектеп директоры бар, Абланоның бастығы бар, ол басқа бола береді. Олардың бәрін өзінің орнын сақтап қалу деңгейінде жаңағы қарастырады ғой бәрін. Сол себепті бізде жаңағы негізгі құндылықтарға емес, көрсеткішке ұмтыла беретін, көрсеткішке қарай ауыса беретіні сол жаңағы орнынан айырылып қалмайын деген үлкен күш жаңағы шын мәнінде балаға бәріне пайдалы жаңағы құндылықтарды сіңірткізбейді ғой сонда. Өйткені көрсеткішке ұмтыла береміз. Көрсеткіш және көрсеткіш. Ары қарай ол балаға пайдасы бар ма, жоқ па, зиян, онымен ешкім шаруасы жоқ. Оның бәрі осы екі мүдденің шығып жатқан күш қой. Ол жаңағы барлық уақытта да сондай, барлық кезде болашақта да сондай болады деп ойлаймын. Егер ерекше бір менталитет, бір қоғам басқаша болып өзгеріп, адамдар жаңа ойлау парадигмасына өтіп кетпесе егер. Қазіргі ойлау парадигмаларында солай. Я осындай қысқа информация, ары қарай ой толғау болу үшін өздеріңіз көбірек іздеңіздер. Біз келесі видеоларда сіздермен бұндай тақырыптар төңірегінде кеңірек сөйлесетін боламыз. Сол рахмет, Денис аға. Сау болыңыз.